Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Юниорлық олимпиаданың облыстық кезеңі 8-ші сынып, соның теңсіздігін қарастырайық, шығару жолын. Так, сонымен бізде А, Б, С-ді 4 сан берілген, оң сан олардың қосындысы 7-ге тең дейді, берілген теңсіздікті дәлелдеңіз. Так, біріншіден бізде 4 қосылғыш бар, түбір астындағы өрнектер бұлар. Бұл теңсіздікті біз дәлелдеу үшін арифметикалық орта және квадраттық орта арасындағы теңсіздікті пайдаланатын боламыз. Так, егер мен осы 4 санның қосындысын S деген әріппен белгілесем, және барлық сандарды сәйкесінше X, Y, Z, T деген әріптермен белгілеп шығайын, ыңғайлы болу үшін. Енді мен арифметикалық және геометриялық орта деген не екенін жазып шығайын. Арифметикалық орта ол 4 сан үшін болса, онда осы 4 санның қосындысы X, Y, Z, T бөлінген 4 болады. Яғни олардың санына бөлеміз. Ол кіші немесе тең болады арифметикалық орта геометриялық ортадан. Геометриялық орта дегеніміз осы сандардың квадраттарының қосындысы бөлінген 4, және осы өрнектің барлығы бізде түбірдің астында. Міне, бұл арифметикалық орта және геометриялық орта арасындағы теңсіздік деп аталады. Так, енді бізде берілген 4 санның қосындысын X, Y, Z біз S деген әріппен белгілеп қойдық, сондықтан мен мына жерге S бөлінген 4 деп жазып қояйын, және мына жерде геометриялық ортаның, квадраттық ортаның мәнін бірден есептей аламыз. Так, бізде X дегеніміз не? Біз X-ті X әрпімен A қосылған 2022 B деген өрнек, түбір астындағы өрнекті біз X деген әріппен белгіледік. Сондықтан біз X квадратты есептейтін болсақ, ол A қосылған 2022 B, яғни түбірдің астындағы өрнек квадрат түбір болғандықтан бізде түбір кетіп қалады квадраттаған кезде. Тура осы әдіспен егер Y квадрат, Z квадрат және T квадраттарды есептейтін болсақ, онда сәйкесінше Y квадрат ол Y-дің түбірдің астындағы өрнегі, яғни B қосылған 2022 C болады. Z квадрат дегеніміз C қосылған 2022 D болады. Және T квадрат дегеніміз D қосылған 2022 A болады. Енді осы 4 санды егер біз қосып шығатын болсақ, 4 квадратты. Так, ол бізде неге тең болады? Яғни X квадрат, Y квадрат қосылған Z квадрат қосылған T квадрат. Бұл бізде көріп отқанымыздай бізде A қосылған 2022 A 2023 A болады. 2022 B-ні B-ға қоссақ 2023 B, 2023 C және 2023 D болады. Яғни оларды қосқан кезде 2023 жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Жақшаның ішінде бізде A қосылған B қосылған C қосылған D болады. Есептің шарты бойынша бұл 4 санның қосындысы бізде 7-ге тең, сонда олардың көбейтіндісі бізде 2023 көбейтілген 7. Солай деп жазып қояйық. Яғни бөлшектің алымында бізде 2023 көбейтілген 7 болады, бөлшектің бөлімінде 4 болады. Бұл бізде квадраттық орта. Сонымен арифметикалық орта бізде S бөлінген 4-ге тең, мұны мен қоршап қойдым. Геометриялық квадраттық орта ол мына өрнекке тең. Түбір астында 2023 көбейтілген 7 бөлінген 4. Енді осы теңсіздіктен біз S-тің мәнін бағалай саламыз. Бізде естеріңізде болса, мынау S деген мәнді бағалау қажет. Осы S деген мәннің 238-ден кіші немесе тең болатын дәлелдеу қажет. Так, берілген теңсіздікті жазатын болсақ, яғни бізде не шықты? S бөлінген 4, кіші немесе тең түбірдің астында 2023 көбейтілген 7 бөлінген 4. Бұдан не шығады? Егер бөлшектің екі жағында 4-ке көбейтіп жіберсек, S кіші немесе тең болады. 4 көбейтілген. Мына жерде түбірдің астынан бізде 2 шығады. 2 деп жазып қояйық, бөлшектің алымында 2023 көбейтілген 7. Так, 4 пен 2-ні қысқартып жіберейік. Сонда мына жерде 2 қалады. Яғни 2 көбейтілген, түбір астында 2023 көбейтілген 7. Так, егер мен мынау 2-ні түбірдің астына кіргізіп жіберсем, онда ол квадраттау керек болады. Квадратталып кіреді. Яғни 2-нің квадраты болып кіреді. Көбейтілген 2023 көбейтілген 7. Так, бұның барлығын калькулятормен есептей салуға болады, бірақ бізде калькулятор жоқ, сондықтан біз былай деп жасайық.
2023 дегеніміз не? 2023 дегеніміз ол 17 көбейтілген 119 деген сөз. 119 дегеніміз ол 17 көбейтілген 7 деген сөз. Яғни 2023 ол 17-нің квадраты көбейтілген 7 деген сөз. Яғни мен 2023-ның орнына 17-нің квадраты көбейтілген 7-ні жазам. Және бізде тағы да 7 бар, яғни көбейтілген 7. Сонда 2023 берілген түбірдің астындағы өрнек ол 2 көбейтілген 17 көбейтілген 7-нің квадраты деген сөз. Ал осы 3 санды бір-біріне көбейтсек, бізде 238 шығады. Яғни түбір астында 238-дің квадраты, демек ол 238-ге тең деген сөз. Сонымен біздің теңсіздігіміз дәлелденді. Яғни мына жерден бастаған болатынымыз S кіші немесе тең 238. S кіші немесе тең 238. Ал S дегеніміз ол X, Y, Z, яғни берілген 4 санның қосындысы. Так, құрметті оқушылар, егер сізге есеп түсінікті болса және ұнаса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып кетіңіздер және арнама жазылмаған болсаңыздар, жазылып кетуді ұмытпаңыздар.